Достар, 2024 жылы шыққан «Захват самолета» киносын айтып өтейік. Бұл фильм шынымен болған оқиғаға негізделіп түсіріліпті. Бейнемізді басынан аяғына дейін көрейік. Ендеше кеттік. Кино басында Тай Ин деген басты кейіпкеріміз өзінің әріптесімен аспанда ұшақтармен қалқып ұшып жүреді. Истребитель дейді ғой бұларды. Қазақша қалай айтушы еді? Атап кетіңіздер. Ол 1969 жылдардағы оқиға еді. Кенет оларға бұйрық беріледі. Солтүстік Кореяға ұшақ кіріп бара жатыр. Соны барып тоқтатыңыздар. Ал егер тыңдамаса, атыс жасаңыздар дейді. Тай Ин жаңағы ұшақтың қасына барып ескерту жасайды. Бір кезде пилоты танысы болып шығады. Сіздер солтүстік Кореяға кіріп бара жатсыздар. Ол жаққа бармаңыздар дейді. Бірақ пилот үндемейді. Себебі оны террорист ұстап алып қаруға тіреп тұр. Биліктен Тай Инге бұйрық келеді. Тез арада оларды атқылаңдар дейді. Бірақ Тай Ин ол ұшақты атуға батыл бармады. Себебі досы танысы отыр еді. Әріптесі екеуі де кетіп қалады. Артынан бастықтары бұл екеуін тұрғызып қойып ұрса бастайды. Неге бұйрықты орындамадыңыздар дейді. Тай Ин түсіндіріп береді. Осылайша ұшақта біздің адам болды. Менің сезуімше, оларды террористер ұстап алды. Досымның түрі бір түрлі болды дейді. Бастығы болса, енді бұны біз басшылыққа түсіндіре аламыз ба дейді. Сөйтіп Тай Инді қызметтен босатады. Қасындағы әріптесі бір ай ғана жұмыстан шығады. Тай Ин жұмыссыз қалады. Содан әлгі алдыңғы ұшақтағы пассажирлерді қайтадан қайтарамыз деп келісім жасалып жатады. Жақын арада оларды әкелет деп жатады. Өзінің бауырын күтіп жүрген адамдардың арасында Йонг Дэй деген жігіт болады. Тай Ин болса, жақын туысқандардың үйінде жүреді. Бұл үйдегі әйелдің күйеуі солтүстік Кореядан әкеліну керек еді. Түнге қарай бүкіл жақындары келетін адамдарды күтіп жүреді. Бірақ сол ұшқыш пилот жігіт келмейді. Тай Ин және жақындары бәрі уайымдап сұрайды. Неге ол жоқ дейді. Сонда шекарада қызметкерлер жібергендері осы кісілер ғана деп қалады. Келесі күні жаңалықта сол 50 пассажирдің 39-ы келгенін айтып жатады. 11 болса, сол солтүстік Кореяда қалыпты. Ұшақты жаулап алған жігітке бәленбай ақша төленіпті. Мақсаты тек қана екі елдің арасын бұзу еді. Йонг Дэй деген жігіт тыңдап тұр. Біраз уақыттан соң Тай Ин пилот болып жұмысқа кіреді. Шағын кішкентай ұшақ еді. Қасында Гио Шик деген екінші пилот болады. Әуежай жақта пассажирлер күтіп тұр. Ұшақта тағы да Ок Сун деген стюардесса жүреді. Пассажирлердің арасында Йонг Дэй де жүр. Бәрі дайындаулы тұр. Здорово. А хочешь со мной полететь? Одному летать скучно. Ал енді ұшаққа отыра беріңдер дегенде, бәрі ұшаққа жүгіре бастайды. Бірін-бірі етеріп, орындарға таласып, үйтіп-бүйтіп ұшаққа отырады. Ұшақтың ішінде бір кәрі кемпір болады. Өзімен бірге тауық алып жүр екен. Бүкіл пассажирлер ол әйелге қарсы болады. Пилот Тай Ин келіп, бәрін сабырлыққа шақырады. Ештеңе етпейді. Бәрі жақсы болады дейді. Содан ұшақ көкке ұша бастайды. Бәрі мәз. Әлгі кемпір Йонг Дэйге жұмыртқа беріп қояды. Қайдан білсін бұл баланың қандай екенін. Кенет шамалы уақыттан соң Йонг Дэй әлгі кемпірге қарап, сіз қызыңызға дейін ұша алмай қаласыз дейді. Ол жарылғыш алып шығып, ұшақтың есігі жағына лақтырып қалады. Одан ұшақтың ішіндегі жас қызметкер соққа алып жараланып құлап қалады. Ұшақтың астыңғы жағы ашыла кетеді. Бүкіл маңайы бәрі желден ұша бастайды. Пилоттар болса ұшақты дұрыс басқара алмай бәрі теңселеді. Екінші пилот басы соғылып жарақаттанып қалыпты. Бір кезде Йонг Дэй келеді. Солтүстік Кореяға қарай ұш. Менің айтқанымды жаса, әйтпесе бәрін жарам дейді. Тай Ин болса тесіктерді жабу керек деп ескертеді. Екінші пилот қалып, Тай Ин ұшақтың ішін жөнге келтіре бастайды. Жараланған жас жігітті орындыққа отырғызады. Пассажирлер біраз жарақаттанып қалыпты. Бір кезде Йонг Дэй бері келіп ескерту жасайды. Тыныш отырыңыздар. Әйтпесе жарам деп тұр. Осы кезде екінші пассажир Гио Шик басшылыққа үкіметке байланысқа шыға бастайды. Йонг Дэй келіп, оның қолынан байланыс құрылғысын алып сындырып тастайды. Йонг Дэй болса алдыңғы ұшақты жаулап алған жігіт туралы айта бастайды. Ол осындай ерлікті жасады. Солтүстік Корея сол үшін оған $2 миллион берді дейді. Героический перебежчик Чхо Чхан И прибыл в Северную Корею. И мне за этот самолет дадут $2 миллиона.
Пассажирлердің арасында бір көзілдірік киген жігіт басқа бір жас жігітке қарап, екеуміз әлгі боқ мұрынды ұстап алып, жерге жығайықшы, күшім жетпей ме дейді. Оған басқа жігіт естіп қалып қосылады. Біраздан кейін Йоңдэй бері келе жатыр еді, әлгі көзілдірік киген жігіт өзінше оған атылады. Сосын қалғандарына бері келіндір дейді. Бірақ әлгі жігіттер қорқып қалады. Ақыры бұл көзілдірік киген жеңіліп қалады. Йоңдэй қару алып шығады. Сосын мына жігітті ұрып тастайды. Тай Ин жетіп келіп, оларды тоқтатпақ болып сабырлыққа шақырады. Бірақ Йоңдэй әлгіні өлтірмесе де, аяғына пышақ тығып жібереді. Сосын қалғандарына тағы да ескерту жасайды. Артынан Йоңдэй бәріне құжаттарымды шығарып, жойып жіберіңіздер дейді. Яғни олардың бәрін сол Корея жаққа апарып, құл қылмақшы ма бірдеңе. Бәрі өздерінің құжаттарын жинай бастайды. Одан кейін Йоңдэй қолындағы жарылғыштың біреуін іске қосып, бір жап-жас баланың қолына ұстатып қояды. Жіберме, әйтпесе жарылады дейді. Әлгі бала жылай бастайды. Не ной, что ты ревешь-то? Я говорю, не реви. Тише. Тай Ин ақырындап жерге қарай қона бастайды. Сол кезде Йоңдэй мына жас баланы алып келеді. Мен ақымаққа санап тұрсыңдар ма? Бұл жер мүлдем солтүстік Кореяға ұқсамайды дейді. Тез арада көтеріліңіздер. Әйтпесе мына бала жарылады деп қорқытады. Тай Ин болса шыдай алмай бар күшімен ұшақты қайтадан көтереді. Йоңдэй болса ашуланып Тай Иннің аяғын жарақаттап тастайды. Осыдан кейін жас баланы орындыққа отырғызады. Йоңдэй болса ұшқыштар жаққа келіп ұсыныс тастай бастайды. Сендерді мен сияқты қаһарман болыңыздар. Солтүстік Кореяда рахаттанып өмір сүрмейміз бе деп тұрады. Мы вместе можем стать героями. Зачем рисковать собой ради непонятно кого, а? Кенет солтүстік Кореяның пилоттары пайда болады. Алдында айтқандай, истребительдер. Олар ескерту айта бастайды. Тез арада біздің шекарадан кетіңдер. Әйтпесе бәрі быт-шыт болады дейді. Йоңдэй болса оған қарамаңдар, шекараға кіре беріңдер деп тұр. Тай Ин истребительдерге байланысқа шығып, бәрін түсіндіреді. Бізде амал жоқ. Бізді атпаңыздар. Пассажирлер бар дейді. Бірақ олар ұшаққа оқ ата бастайды. Тай Ин оны Йоңдэйге ескертеді. Бізді қазір атып тастайды. Бізге кету керек деп жатыр. Бірақ Йоңдэй түсінбейді. Содан не істейді? Тай Ин ұшақты басқара отырып, мүлдем айналып көкке қарай ұша бастайды. Пассажирлер бәрі аударылып, ұшақтың іші бәрі быт-шыт болып кетеді. Былайша айтқанда, Тай Ин ұшақты бір айналдырып қайтып артқа қарай кете бастайды. Йоңдэй де халықпен аударылып быт-шыт болып қалған еді. Сол кезде Тай Ин жетіп келіп, онымен төбелесе кетеді. Екеуі біраз бір-бірімен төбелесіп, ақыры Тай Ин біраз Йоңдэйді қинайды. Йоңдэй кейін пышақ алып шығып оған атылмақ болады. Сонда ұшақтағы жас көмекші жігіт қолына тапанша алып Йоңдэйге тақайды. Тай Ин сосын оны жақсылыққа шақыра бастайды. Бұнымен ештеңе таппайсың, төбеңе келсеңші дейді. Бірақ Йоңдэй қоймайды. Сонда көмекші жас жігіт оны бірнеше рет тапаншамен атып түсіреді. Йоңдэйдің қолында жарылғыш бар еді. Ол жерге құлайды. Тай Ин сол кезде қалбырды алып, жарылғышты басып, өзінің денесімен баса қояды. Жарылғыш жарылады, бірақ Тай Иннің қолы жарақат алады. Бірден стюардесса бәрі көмекке келіп, оның жарасына мата орап береді. Енді әлгі жас баланың қолындағы жарылғыш бар ғой, оны жас бала ұстап тұр. Сол кезде білгіш пассажирлер баланың қолындағы жарылғыштың сымына бір сат қыстырып қояды. Осы арқылы баланың қолынан жарылғышты алады. Ұшақты енді қондырайын десе, дөңгелектері түспей жатыр. Бүкіл ержігіттер өздерінің күштерін қолданып, бәрі қолдарымен ұшақтың дөңгелектерін түсіреді. Тай Ин болса, әлсіреп болса да, өзінің орнына отырады. Сосын пассажирлерге байланысқа шығып, дайындалыңдар, біз қазір қонамыз дейді. Бәрі дайындала бастайды, маңайда жүрген екі истребительдер кетіп қалады. Тай Ин мен екінші пилот ұшақты басқарып, судың жағасына келіп қонады. Бәрі аман есен, есік ашылысымен бүкіл пассажирлер далаға шыға бастайды. Бәрі бірін-бірі құшақтап мәз болып жатыр. Арасында жылап та жатыр. Тай Ин болса, өзінің әйелін есіне алуда. Біраздан кейін көз жұмады. Стюардесса келіп жылай бастайды. Қасындағы екінші пилот та көзіне жас алады. Нағыз шынайы батыр деп қалады. Әйеліне осы жаңалық жеткізіледі. Осы оқиға Корея елінде мәңгілік есте болып сақталып қалыпты. Жалғыз қаһарман пилот жігіттің бүкіл пассажирлерді террористтен құтқарып, оларды аман есен қондырған еді. Осылайша кино аяқталады.